Барлықтарыңа сәлем, сіздермен бірге Иса. Және бүгін біз 3-ші курстарға арналған тест талдау талдауды бастаймыз. Қарайық, бұл тесттер, яғни физиологияның жасша зақымдану тақырыбына арналған. Енді соны талдап бастайық. Жасшаның зақымдану механизмдері дейді. Жасшаның зақымдану механизмдері. Ең бірінші липидтердің еркін радикалды тотығуын белсендіру дейді. Қарайық, қалай түсінеміз? Мынау бізде білеміз, бізде липид фосфолипидтерден тұрады. Фосфолипид естерінде болса, осындай фосфолипидтерден тұрады. Қарайық, енді бізде бос радикалдар дейді. Бос радикалдар ол жоғарғы радиациялық молекулалар болып табылады. Енді бізде қандай бос радикал келдік. Бос радикал сыртында бір толық емес жұптаспаған бір не болады? Бос радикал болады. Сондықтан ол бос радикалдар дейді. Ол келеді, мынаның сырттарында міне қараңдар. Бос емес, осындай радикалдардан тұрады, толық. Осындай радикалдары бар. Жұптасқан. Мынау жұптаспаған. Сондықтан бос радикал келеді, сыртын әсер етеді. Осымен әсер еткеннен кейін оның несін алып алады? Бір электронын не істейді? Алып алады да өзіне істейді. Яғни восстанавливаться етеді. Қалпына келеді. Енді мынау бізде бос не болып қалды? Несі жоқ? Бос радикал. Енді ол бос радикал жанда көршісінікін алады. Енді көршісі не істей қалды? Бос радикалға ұшырады. И көршісі, қараңдар, енді көршісі тоже мынау бос болып қалды. И жандағы көршісіндегі радикалға көршісінің радикалын алып алады. Мынауды дәл солай жанда көршісінің радикалын алып алады. Мынауды дәл солай көршісінің радикалын алып алады. Осылай цепной реакция жүре береді. Осылай бізде не зақымдалады екен? Липидтердің зақымдалуы болады. Осылай мембрана не істейді екен? Зақымдалады. Ол жасшаның зақымдалуына алып келеді. Сондықтан да бұл жауап бізге не істейді екен? Келеді екен. Келесі қараңдар. Фосфолипазаларын белсендіру. Бізде фосфолипаза, фосфолипид деп тұр, яғни фосфолипидтердің ыдырататын фермент деген сөз. Біз білеміз, жасшаның мембранасы жаңағы фосфолипидтерден тұрады деген, мынандай фосфолипидтерден. Оларды ыдыратса, мына ферменте, олардың зақымдалуы болады. И жасшаның зақымдалуына алып келеді екен. Бұл жауап бізге не істейді екен? Келеді екен. Келесі лизосомалық ферменттердің гиалоплазмаға шығу дейді. Қарайық, мынау бізде лизосома болсын, оның ішінде бірнеше нелер болады? Ферменттер болады. Соның өзі протеаза, липаза, тағы да басқа ферменттер болады. Енді қараңдар, лизосома жарылып, оның ішінде ферменттердің барлығы сыртқа шығатын болса, не істейді? Ол жасшаның ішіндегі құрылымдарды ыдырата бастайды. Ыдыратып, ол жасшаның зақымдалуына алып келеді де, тоже бұл механизмдеріне жатады екен. Келесі ДНК репарациясы жүйесінің ферменттерін белсендіру. ДНК репарациясы дегеніміз ол зақымдалған ДНК-ны, зақымдалған дейік, осы жерде не істейді? Жөндейтін процесс ол бізде ДНК репарациясы дейді. Яғни бұл керісінше жасшаның зақымдалуының механизміне кері процесс. Бұны біз жатқызбаймыз. Яғни ол жасшаның дұрысталуына жағдай жасайды. Келесі онкогеннің экспрессиясы дейді. Онкогеннің экспрессиясы. Бұны қалай түсінеміз? Яғни бізде белгілі бір жасшаның белгілі бір қызметіне жауапты бір ген бар. Ол белгілі бір әсерлердің әсерінен активтен кетеді де, ген активті жұмыс жасап кетеді де, ол жасшаның трансформациясына алып келеді. Жасша трансформацияланады. Бұл жасша трансформацияланса, уже қандай клеткаға айналуы мүмкін? Рак клеткасына айналуы мүмкін. Яғни рак клеткаға айналса, бұл не? Жасшаның зақымдануының белгісі. Яғни біз бұл жауапты белгілейміз. Енді бірінші сұрақта дұрыс жауаптар 1, 2, 3 және 5-ші жауап дұрыс болады екен. Енді келесі. Жасшаның зақымдану көрсеткіштері қандай? Жасшаның зақымдану көрсеткіштері. Ең бірінші АТФ-тің жасшашы құрамының артуы дейді. Қарайық, егер де біз жасша зақымдалса, жасшамыз егер зақымдалатын болса, АТФ бізде не істейді? Төмендеу керек. Ал мына жер артуы деп тұр. Яғни бұл жауапты біз алмаймыз. Келесі натрий иондардың жасшашы құрамының жоғарылауы дейді. Қандай бізден жасша, жасшада мындай насостар бар. АТФ, натрий, калий насостары бар, натрий, калий насостары бар. Бұл натрий, калий насостары не істейді? Натрийді
шығарып калийді не істейді, кіргізу керек. Бірақ та егер жасушаның мембранасы зақымдалу болса, бізде бұл насостардың функциясы бұзылады. Бұл насостың функциясы бұзылса, натрийдің іштегі концентрациясы не істейді, жоғарылайды. Натрийдің жасуша ішілік концентрациясы жоғары болса, бұл осмостық зат сырттағы судың барлығын не істейді, ол ішіне тартады. Сырттағы судың барлығын ішіне тартады да жасушаның ісінуіне алып келеді. Жасуша ісініп, ол жарылады. Яғни бұл жасушаның зақымдану көрсеткіші болып табылады екен. Келесі жасушаның химилюминесценциясының жоғарылауы дейді. Бұны қалай түсінеміз? Бізде бұл термин қандай мағынаны білдіреді? Бізде жасуша негізінен жасушада белгілі бір химиялық реакция бар болады. Мысалы, А затымен бұл қосылып С заты түзіледі деген бір химиялық реакция болады. Бұл химиялық реакция не бөледі? Яғни энергия бөлу арқылы энергия бөледі. Энергия қалай бөлінеді? Жарық түрінде бөлінеді. Жарықтың несі қалай еді? Жарық түрінде бөлінеді. Сондықтан да химилюминесценция дегеніміз, яғни жарқырау, жасушаның жарқырау елестетіне жасуша жарқырайды. Бұл сол процесті білдіреді. Яғни белгілі бір химиялық реакция жүреді, энергия бөлінеді, энергия жарық түрінде бөлінеді екен. Осы жасушаның жарық болуы. Енді бұл реакция көбінесе бізде, яғни жарыққа пострадикалдар қатысады. Осы химилюминесценцияның реакциясына пострадикалдар қатысады екен. Сол пострадикалдардың артуы, айтып кеттік, жаңа жасушаның зақымдалуына алып келеді. Негізі бұл процесс көбінесе мысалы нейтрофильдерде кездеседі. Яғни нейтрофильдер иммундық клеткаларда, олар яғни инфекция түскен кезде не істейді, осы реакцияны қосады, химиялық реакцияларды жүргізеді де жаңағы инфекциялардың зақымдалуына алып келеді екен. Яғни оның жоғарылауы бізде жасушаның зақымдануы көрсеткіші болып табылады екен. Енді кальций иондарын жасуша ішілік құрамының жоғарылауы дейді. Жасуша ішілік жоғарылауы. Дәл солай бізде жасуша бар, тоже кальций насостар бар. Егер де жасуша мембранасы зақымдалатын болса, митохондрия зақымдалатын болса, кальцийдің жасуша ішілік концентрациясы не жоғарылайды. Ал кальций жоғарылайтын болса, ол есімізге түсірейік, бірнеше ферменттердің активациясы, яғни активтейді. Нені активтейді? Фосфолипазаны активтеу мүмкін, фосфолипаза, протеаза. Олар өз кезегінде жасушаны не істейді, ішінен зақымдайды. Яғни кальций иондарының жасуша ішілік құрамы жоғарылауы тоже не істейді екен, жатады екен. Ал енді жасушадағы pH деңгейінің жоғарылауы. pH деңгейінің жоғарылауы. Бізде жасуша егер де pH жоғарылайтын болса, ол жасушаның зақымдауына кірмейді. Ал керісінше pH-тың төмендеуі ацидоз, ол жасушаның зақымдауының негізгі көрсеткіші болып табылады. Егер де жасушаның pH-тың төмендеуі десе, бұл жауап жататын еді. Бірақ та бұл жауабына керісінше жатпайды. Яғни дұрыс жауап 2, 3, 4. Келесі. Жасуша зақымдануының функционалдық белгілері қандай? Қарайық. Бірінші, иондар үшін жасуша мембраналарының өткізгіштігінің төмендеуі дейді. Яғни өткізгіштік төмендеу. Біз ұмытпауымыз керек, егер жасуша зақымдалу болып жатса, жасуша мембранасы бізде өткізгіштік керісінше не істеу керек? Жоғарылау керек. Жасушаның бөлінуін тоқтату. Яғни жасуша бөлінуін тоқтату, яғни жасушадағы ДНК-ның яғни зақымдалу болған кезде, ол не істейді? Бөлінуге әсер етеді, яғни клеткалық циклдың тоқтауына бұзылысына алып келеді. Яғни ол жасуша зақымдалу функционалдық белгісіне жатады. Сосын келесі, жасушаның мамандандырылған функциясының төмендеуі. Яғни жасушаның мамандандырылған деген это специализированный функциясы деген, ол немен байланысты? Ол бізде, яғни бізде жасушада нелер бар? Органеллар, митохондрия деген сияқты. Олардың яғни функциясының бұзылысы, цитоқаңқа деген бір митохондрия орын функциясының бұзылысы, жасушаның функционалдық зақымдану белгілеріне жатады. Жасушада АТФ синтезінің төмендеу, яғни ол тоже митохондрияның бұзылысы болған кезде байқалады. Егер АТФ синтез төмендейтін болса, жасуша энергиямен қамтамасыз етілуі бұзылады, сәйкесінше оның зақымдану функционалдық белгісіне жататын белгі болып табылады. Жасушаның қозғалушысының төмендеу, яғни ол цитоқаңқаның бұзылысымен байланысты, яғни жасуша қозғалушылық бұзылады, яғни миграциясы бұзылады, солай ол да бір белгісі болып табылады. Келесі. Плазма мембранасының АТФ тәуелді және ион алмасу механизмдерінің зақымдануы туралы куәландырады дейді. Яғни
бұлардың зақымдалуы жасушада қалай көрінеді? Бір сөзбен айтқанда қарайық. Жасуша бағана айтып кеттік, жасушада қандай бізде бар? Натрий және калий насостар және кальций насостар болады. Яғни бізде бұлар не істеу керек? Жасушаның асимметриясын сақтау керек, сырттағы иондардың. Сырттағы иондар мен іштегі иондар бірдей болмау керек. Сыртта мысалы 10 натрий болса, іште 1 натрий болу керек. Екеуі 5-те 5 болып бір-бірімен теңеспеу керек. Егер екеуі теңесетін болса, жасуша өледі. Яғни осы асимметрияның алдын алу үшін осы нелер жұмыс жасайды? Бізде насостар жұмыс жасайды. Яғни бізде егер бұл насостар АТФ тәуелді, яғни АТФ-тің несінде жұмыс жасайды? Активті насос болған АТФ-тің қатысында жұмыс жасайды. Сондықтан да егер АТФ тәуелді ион алмасу механизмдері бұзылса, бұл механизмдер бұзылса, ішке кірген натрий ішке кіреді. Деполяризация болған кезде натрий ішке кіреді. Потом кальцийдің ішке кіреді, қалыпты да. Бірақ бұл насостардың функциясы бұзылса, бұлардың концентрациясының артуына алып келеді. Іште осмостық қысым артады, іштегі ферменттердің активациясы болады, солай жасуша не істейді екен? Зақымдалады. Сондықтан да оны коаляндрат ол не істейді екен? Яғни жасушашілік натрийдің көбеюі болады, жасушашілік кальцийдің көбеюі болады. Калий іште и так калий іште көп болады. Яғни бір дұрыс жауап 1/2 болады. Мына жер түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Жасуша зақымдануының спецификалық емес көріністері. Қарайық, жаттайық. Бізде жасуша зақымдануының спецификалық емес және спецификалық көріністер бар. Спецификалық көріністер бар. Қараңдар, оны қалай ажыратамыз? Егер сырттан әсер ететін бір белгілі фактор болса, ол, яғни экзогенді фактор болса, ол химиялық фактор, ол механикалық, физикалық факторлар, әртүрлі бактерия, вирустар, радиотолқындар, ультрафиолет сәулелер, оның барлығы спецификалық емес болады. Яғни оның бары спецификалық емеске жатыр, сырттан әсер ететін болса жасушаға. Ал спецификалық дейміз, ол яғни жасушаның ішінен өзара, яғни жасуша ішінде болып жатқан факторлар болса, яғни эндогенді факторлар болса, ол спецификалық болады. Енді қарайық, бізде жасуша зақымдануының спецификалық емес көріністері. Яғни цитоплазма ацидоз дейді. Ол жасуша ішінде болып жатыр. Яғни бұл вариант бізге келеді. Одан кейін цитоплазма ацидоз болса бізде не болады? Яғни ацидоз білеміз, ол pH-тың төмендеуі. pH-тың төмендеуі болса, белгілі бір белок, яғни pH төмен ортада жұмыс жасай алмайтын бізде белоктар бар. Белоктар ненің құрамына кіреді? Ол ферменттердің құрамына кіреді. Яғни pH төмен болса, ферменттердің өзінің белсенділігі төмендейді, солай жасушада белгілі бір функциялардың бұзылыстары болады. Яғни белгілі бір ферменттердің функциясының бұзылысы. Осындай өзгерістер болуы мүмкін. Келесі радиотоксиндердің түзілуі. Радиотоксиндердің түзілуі, яғни бұл радиоактивті зат, яғни радиацияның әсерінен болғандықтан, бұл бізде сыртқы әсер экзогенді фактор, сондықтан спецификалық емес болады. Яғни бұл вариант бізге келмейді. Келесі лизосомалық ферменттерді белсендіруі. Яғни бұл жасуша ішінде болып жатқандықтан эндогенді фактор, яғни бұл спецификалық емес көрініске жатады. Келесі бізде ақуыз молекулаларының денатурациясы. Яғни ақуыз молекулаларының денатурациясы тоже жатады, өйткені жасуша ішінде болып жатыр, және цитоплазмалық мембрана өткізгіштігінің жоғарылауы, ол яғни тоже цитоплазмалық мембрана өткізгіштігінің жоғарылауы, яғни тоже жатады. Яғни өткізгіш жоғарылайды, солай жасушаның зақымдалуы болады. Достар, мына жерден шатасып кеттім. Бізде яғни спецификалық емес, ол бізде эндогенді болады. Эндогенді. Яғни жасуша зақымдануының спецификалық көріністеріне жатады мынаның барлығы. Өйткені ол эндогенді. Ал спецификалық әсер ол экзогенді, яғни сырттан әсер ететін болса. Кешірім сұраймын, осындай шатасып кеттік. Яғни спецификалық дейміз, ол экзогенді, спецификалық емес, эндогенді, яғни жасушаның ішінде өзінде болып жатқан процестерінен туса, бұл спецификалық емес болады. Келесі жасушаның қайтымсыз зақымдану белгілері. Жасушаның плазмалық мембранасынан құрылымдық ақуыздардың шығуы. Білеміз, бізде мынандай мембранада ақуыздар болады, белоктерден бөлек ақуыздар да болады. Сол ақуыздардың, яғни шығуы. Іштегі ақуыздарында тоже шығуы бар, іште де тоже ақуыздар бар, солардың сыртқа қарай несі шығуы. Бұл көбінесе осы мембрананың зақымдалуы кезінде болады. Яғни мембрана зақымдалады и оның сыртқа қарай шығуы болады. Яғни бұл қайтымсыз зақымдану белгілеріне жатады. Енді келесі, кальций иондарының жасушашылық құрамының жоғарылауы. Біз айтып кеттік, кальций
егер іште концентрациясы жоғарылайтын болса, ол фосфолипаза, протеаза сияқты ферменттердің активтелуіне алып келеді. Бұл актив десе, іштегі мембрананың бұзылысына алып келеді де, жасша ары қарай өліміне алып келеді. Яғни бұл вариантта да біз жатқыза аламыз. Енді кристаллардың жарылуы мен митохондриялардың ісінуі. Білесіңдер, митохондрияның ішінде кристаллар орналасқан. Соның жарылуы бұл не істейді? Митохондрияның қайтымсыз бұзылысына алып келеді. Яғни митохондрия бұзылысы, оны АТФ синтезі төмендейді, және митохондрияның ішіндегі ферменттердің сыртқа қарай шығуы болады. Солай бізде қайтымсыз зақымдану пайда болады екен. Бұл тоже жатады. Митохондрия ішіндегі тұнбаға кальций түсуі тоже неге жатады? Митохондрияның қайтымсыз бұзылысына алып келетін бірден бір себеп. Сол кезде тоже АТФ синтезі төмендейді, оның бұзылысы болады. И бұл вариантта да біз не істейміз? Жатқызамыз. Сосын лизосомалық ферменттердің цитозольға шығуы. Айтты, бағана лизосомалық ферменттер бар. Ол сыртқа шықса, тоже не істейді? Жасушаны ішінен зақымдайды. Бұл тоже қайтымсыз зақымдану белгілеріне жатады. Ал кейбір жерде нені жатқызбаған. Кальций иондар жасушалық құрамының жоғарылауын негізі кейбір жерде жатқызбайды. 1, 3, 4, 5 варианттар дұрыс болады да, екінші вариант дұрыс емес дейді. Бірақ тоже егер кальций иондар жоғарыласа, тоже жасушаның зақымдануы мүмкін, қайтымсыз зақымдануы. Келесі бізде ненің бұзылысы жасушаның дереу өліміне алып келеді екен. Яғни бізде қандай лизосома бар, ядро бар, эндоплазма ретикулум және плазма мембрана бар. Қайсының зақымдануы дереу өлімге алып келеді? Так, лизосома. Яғни лизосоманың бұзылысы және ішінде ферменттер шығады, ол өлімге алып келеді, дереу өлімге алып келеді. Сондықтан бұл вариант бізде жатады. Лизосома дереу өлімге алып келеді. Ядро зақымдалса, ол әрқашанда жасушаның дереу өліміне алып келетін фактор емес. Яғни ядро бұзылса, яғни кейбір оның, яғни белгілі бір атқаратын функциясы сау болып қалады, яғни репарациялық жағы, қалпына келу жағы, басқа да функциялары қалыпты болады да, бұл дереу өлімге не істейді екен? Алып келмейді. Яғни белгілі бір функциялары сақталады, и сол арқылы функциясын жалғастыра бере алады. Яғни бұл вариантты біз жатқызбаймыз. Келесі эндоплазмалық ретикулум. Эндоплазмалық ретикулум бұзылса, бізде не болады? Яғни әртүрлі синтез, яғни белоктардың синтезі, метаболизм бұзылады, бірақ ол неге алып келеді? Жасушаның дереу өліміне алып келмейді. Себебі онсыз да клетка ары қарай өзін жалғастыра алады тіршілігін. Сондықтан бұл вариантты біз жатқызбаймыз. Келесі плазмалық мембрана, яғни сыртқы қоршап тұрған қабаты, оның бұзылысы, егер мембрана бұзылатын болса, ол түсінікті нәрсе, жасушаның дереу өліміне алып келетін жағдай екен. Келесі бізде плазмалық мембрана зақымдалады. Қандай кезде плазмалық мембрана зақымдалады? Қарайық, аэробты гликолиз белсенділеген кезде. Аэробты гликолизге не түсіреді? Есімізге түсірек, АТФ-тің синтезделуіне алып келеді. АТФ жоғарылайды. Яғни бұл мембрана зақымдамайды. Сәйкенше мембрана зақымдалмайды. Одан кейін бізде не бар? Яғни протеолиз белсенділеген кезде, протеолиз білеміз, протеин деген сөзден шыққан, лизис, яғни ертемін деген сөзден шыққан, сондықтан да бұл белоктарды таратады, яғни мембранадағы белоктардың ыдырауына алып келеді, и мембрананың структуралық құрылымдық несі бұзылады, сосын мембрана несейден зақымдалады екен. Бұл вариантты біз жатқызамыз. Липидтердің асқын тотығын белсенділеген кезде айттық, жаңа липидтер бос радикалдардың әсерінен мембрана зақымдалады. Бұл вариантты тоже несейміз, жатқызамыз. Одан фосфолипазалар белсенділеген кезде тоже мембрана фосфолипидтерден тұрады, фосфолипаза активтенсе, ол мембрананың зақымдалуына алып келеді екен. Яғни дұрыс жауап 2, 3, 4, 5 болады. Келесі бізде зақымдалған жасушадағы pH-тың өзгеруі. Қарайық, сутегі иондардың утилизациясын азаюы. Бұл не деген сөз? Яғни мысал ретінде буферлік жүйенің төмендеуі, яғни буферлік жүйе бар, бізде соның төмендеуі, бұл яғни pH-тың несіне алып келеді, яғни өзгерісіне әсер ететін жағдай. Сондықтан бұл вариант біз жатқызамыз. Сосын анаэробты гликолизді белсендіру арқылы дейді. Яғни анаэробты гликолиз, білеміз, анаэробты гликолизде соңғы өнім бізде не? Лактат. Лактат немесе сүт қышқылы деп атаймыз. Сүт қышқыл. Қараңдар. Сүт қышқыл. Қышқыл деген сөз қышқылдық орта, яғни pH-тың төмендеуіне алып келетін орта. Сондықтан да бұл pH-тың өзгерісіне алып келеді.
бұл жауап бізге кіреді. Келсе көмірсулы липидтер метаболизм бұзылуы өнімдерінің жинақтауы дейді. Яғни бізде көмірсулы липидтердің соңғы өнімдері, яғни сүт қышқыл дедіге айтып кеткен. Одан кейін май қышқылдары бар. Қышқыл болғандықтан олар не істейді? Тоже pH-тың төмендеуіне алып келеді. Ол жасушада pH-тың өзгерісіне әсер етеді. Сондықтан бұл вариантты біз жатқызамыз. АТФ ресинтезін белсендіру арқылы дейді. Яғни АТФ ресинтезі бұл негізінен энергетикалық алмасуды сақтайды. Сондықтан да бұл неге жатпайды? pH-тың өзгерісіне әсер етпейді. Сосын жасушада осмостық қысым жоғары болу. Яғни жасушада осмостық қысым жоғары, ол көбінесе сол тұздарға байланысты. Тұздарға байланысты болғандықтан бұл жерге pH-тың қатысы болмайды. Сондықтан бұл вариантты жатқызамыз. Жауап 1, 2, 3. Жасуша апоптозының белгілері қалай? Лизосома ферменттерінің бөлінуі және активтенуі. Лизосома ферменттер бұл жасушаны зақымдайды, ішінен зақымдайды. Бірінші апоптозды анықтамай берші. Апоптоз бұл жасушаның бағдарланған өлімі. Яғни жасушаның бағдарланған өлімі, и бұл жерде единичный клеткалар ғана, жеке бір клеткалардың ғана зақымы болады. И апоптоз кезінде қараңдар. Лизосома ферменттерінің бөлінуі мен активтенуі белгісі болып санала ма? Логикаға сүйенсек, жатпайды. Өйткені лизосома ол некрозға тән белгі болып табылады. Бұл некрозға тән белгі. Жасушаның бүрісуі. Яғни жасушаның бүрісуі бұл негізгі неге тән екен? Жаңа несі болады бізде анда? Цитоплазманың қысқаруы, жируы, одан кейін пикноз, ядроның пикнозы, бұның барлығы неге жатады? Ядроның пикнозы жасушаның бүрісуіне алып келеді. Бұл апоптоздың белгісі. Апоптоздың белгісіне жатады. Ал некроз кезінде керісінше жасуша бүріспейді, ол ісінеді. Жасуша керісінше ісінеді. Ол некроздың белгісі болады. Ядро мен органоид фрагменттері бар денелердің түзілуі. Яғни бұл білеміз, біз апоптоз кезінде әртүрлі фрагменттер түзіледі. Осындай апоптоздық денешіктер түзіледі. Осындай кішкентай денешіктер түзіледі. Осы сияқты денешіктер ол фрагменттер болады. Яғни бұл фрагменттердің түзілісі ол апоптозға тән белгі болып табылады. Хаотикалық ДНК үзілістері дейді. Яғни ДНК-ның хаотичный нелері ғой, үзілістері. Бұл жата ма? Жатпайды. Бұл некрозға тән. Себебі бізде ДНК бұл хаотичный емес, белгілі бір бағдарланған жүйе бойынша несейді үзілістер жасайды. Осай үзілістер жасайды. Енді бізде қараңдар. Цитоплазмалық мембрана зақымдалмауы. Яғни бізде цитоплазмалық мембрана зақымдалмайды. Негізгі белгілерінің бірі, яғни зақымдалмайды. Сол себепті Хабног реакциялар бұл кезде болмайды. Некроздан айырмашылығы. Сондықтан да міне бұл вариант бізде жатады. Ал некроз кезінде зақымдалады. Жасуша мембранасы зақымдалады, солай Хабног процестер болады. И жандағы көрші тіндердің несі болады? Тоже зақымдалуымен бірге жүреді. Так, жасуша апоптоздың белгілері осы. 2, 3, 5. Енді жасуша апоптоздың салдары дейді. Жеке бір жасушалардың өлуі және жойылуы. Жаңа айтып кеттім ғой, бізде апоптоз ол белгілі бір клеткалардың ғана бұзылысы болады. Прям жалпы бұзылысы емес. Сондықтан бұл вариант бізге келеді. Үлкен жасушалардың аутолизі. Яғни аутолиз білеміз, бұл өз-өзін саморазрушение ғой, өз-өзін ертемін деген сөз ғой, мына сөз. Яғни жасуша өз-өзін бұзуы бұл некрозға тән белгі. Есімізге сақтабайық, бұл некрозға тән белгі. Яғни бұл вариантты біз жатқызбаймыз. Келесі, көрші жасушалар мен макрофагтар арқылы бөлінген жасуша фрагменттерінің фагоцитозы. Мен жаңа айттым, мынандай апоптоздық денешіктер пайда болады, фрагменттер. Сол фрагменттер не үшін фрагменттерге бөлінді деген сұрақ болады. Себебі макрофагтар, тағы да басқа нелер бұларды несейді фагоцитоздап жояды. Яғни бұл апоптозға тән не екен? Тән нәрсе. Көптеген өлі және зақымдалған жасушалардан аймақтың пайда болуы. Қара, көптеген өлі және зақымдалған жасушалардан көптеген деп тұр, бір емес көптеген. Яғни бұл некрозға тән. Некроз кезінде осындай зақымдалған аймақ болады, яғни ошақ пайда болады. Бұл бізде жатпайды. Яғни жауап 1, 3. Жасуша некрозына тән дейді. Жасуша несіне? Некрозына тән. Хроматин конденсациясы дейді. Яғни хроматин конденсациясы бұл апоптоздың белгісі.
яғни бұл вариантты жатқызбаймыз. апоптоз кезінде хроматиннің конденсациясы байқалады. кариолиз пайда болады, яғни карио ол бізде ядроның бұзылысы. Карио ядро лизис деген ертемін жоямын деген сөз. Яғни бұл некрозға тән. Бұл вариантты аламыз. Апоптоз кезінде мына процесс болмайды, ал ол кезде только ядроның несі болады екен, фрагментациясы болады. Сондықтан бұны жатқызбаймыз. Жасушалардың ісінуі. Айттық қой бағана, апоптозда бір түсетін болса, некрозда ісінеді. Мембрана зақымдануы. Тоже. Мембрана бізде апоптоз кезінде зақымдалмайды, ал некроз кезінде зақымдалады. Қатаң белгіленген жерлерде ДНК-ның бөлінуі. Яғни ДНК хаотично бөлінбейді, белгілі бір ретпен, қатаң заңдылықпен не істейді екен, бөлінеді. Бұл бізде апоптозға тән. Сондықтан бұл вариантты алмаймыз. Енді қараңдар, жасуша некрозының салдары. Жасуша некрозының салдары. Өлген жасушалардың аутолизі. Бағана айттық, бұл вариантты сразу жатқызамыз, өйткені некрозға тән дедік. Көптеген өлі және зақымдалған жасушалардан аймақтың пайда болуы. Айттық, некроз кезінде сондай зақымдалған аймақ пайда болады. Қабыну реакциясының дамуы. Бізде қабыну реакциясы не істейді, дамиды. Себебі бұзылыс болып жатыр, ол жерде қабыну реакциясы болады, оның некрозының несі болады, белгісі болады. Тіндерге зақым келтірместен бір жасушалардың өлуі және жойылуы. Тіндерге зақым келтірместен бір жасуша деп тұр, өлуі және жойылуы. Ол бізде некрозға емес, апоптозға тән екен. Жасушашілік паштың 6-8 төмендеуінің салдары дейді. Яғни паштың ацидоз болып тұр, қараңдар. Ацидоз. Паштың төмендеу, алкалоз деген паштың жоғары болуы. Қарайық, жасуша мембранасының ақуыз компоненттерінің зақымдануы. Паш кезінде бұл зақымдану бола ма? Қарайық. Бізде көп деген нелер бар, ақуыздар бар. Ақуыз. Ақуыздар ол белгілі бір оптималды условияда өмір сүреді, яғни қызмет етеді, функциясын атқарады. Ол температура болуы мүмкін, ол деген не болуы мүмкін, паш болуы мүмкін. Олар белгілі бір оптималды осы нелерде жұмыс жасай алады. Егер паштың несі төмендеп кететін болса, кейбір белоктар осы кезде функциясын жоғалтады, и жасушаның мембранасы ақуыз компоненттерінен тұратындықтан олардың да функциясы зақымдалады, и жасушаның несіне алып келеді, бұзылысына алып келеді екен. Келесі липидтердің астын тотығуын белсендіру дейді. Яғни паш төмен болса, бізде липидтің астын тотығы белсене ме? Қарайық, бізде паш төмен кезде не болады? Паш төмен кезде белгілі бір фосфолипаза деген бар, фосфолипаза. Одан кейін липооксигеназа деген бар. Липооксигеназа. Осы ферменттердің активтен кетеді. Яғни паш төмен кезде осы ферменттер активтен кетеді, тағы да ферменттер бір активтенетін. Олар не істейді? Зақымдайды. Фосфолипаза, липооксигеназа. Зақымдайды дедіге, қараңдар. Енді бізде мембрана, басқа не қойық? Мембрана липидтен тұрады, липидтер, мына фосфолипаза дегендер ол зақымдайды да, липидтер зақымдау арқылы липидтің астын тотығуын белсендіріп жібереді. Одан бөлек қараңдар, бізде антиоксидантты жүйе деген бар. Антиоксидантты жүйе бұл неге қарсы жүйе деген сөз? Оттектің белсенді формаларына қарсы жүйе деген сөз. Яғни оларға қарсы тұрады. Оған бірнеше ферменттер қатысады. Соның бірі глутатион пероксидаза, қараңдар. Глутатион пероксидаза и супероксид дисмутаза. Осындай ферменттері бар, солардың жаңа айтып кеттік, паш төмен кезде ферменттердің несі төмендейді, паш төмен кезде ферменттердің тоже белсенділігі төмендейді. Дәл сол сияқты осы ферменттердің белсенділігі төмендейді, ол өзінің функциясын дұрыс атқара алмайды, яғни бос радикалдарды жоя алмайды, и липидтің астын тотығуын белсенуіне не істейді екен, тоже әсер етеді екен. Міне, паштың осындай әсер көрсете алады. Келесі фосфолипаза мен лизосомаль мембраналық протеазаларды белсендіру дейді. Міне айттық, белсенеді дедік жаңа, ферменттер белсеніп тұр. Яғни бұл вариантты жатқызамыз, мына вариант жатқызамыз. Эндогендік фосфолипазаға гидролитикалық әсерінің төмендеуі, керісінше жоғарылайды дедік, бұл вариант жатпайды. Глюкоз ферменттерінің белсендіруі дейді. Жатпайды. Себебі ферменттердің керісінше несі болады? Төмендеуі болады, яғни белсенділігі төмендейді.
түсінікті деген ойдамын. Келесі, жасушаның антиоксиданттық қорғаудың ферментті емес факторларын таңдаңыз дейді. Яғни жаңа айттық, антиоксидантты жүйе бар дедік. Оның ферментті деген қорғайтын ферментті жүйесі бар и ферментті емес жүйесі бар. Ферментті жүйесі жаңа айтып кеткен мынау глутатион пероксидаза, супероксид дисмутаза, каталаза деген сияқты ферменттер. Фермент, ал ферментті емес заттар қайсы жатады? Қараңдар, каталаза фермент. Бұл вариантты алып тастаймыз. И цервоплазмин жатады бізде. Себебі бұл цервоплазмин тоже бос радикалдарды өзіне қосу арқылы антиоксиданттық жүйе атқарады. Убихинон тоже жатады. Убихинон тыныс алу тізбегіне қатысады. Тыныс алу тізбегіне қатысу арқылы ол бос радикалдарды қалпына келтіріп отырады. Бұның қалай жүзеге асатыны, егер осының қалай жүзеге асатынын білгілеріңіз келсе, ол туралы видео салып аламын. Егер қажет болса комментарийға жазыңыздар. Дәрумені, ол тоже антиоксиданттық жүйеге қатысады. Яғни ол донор, электрон доноры болып қызмет атқарады. Электрон донор болып қызмет атқарады да кейбір бос радикалдарды нейтрализовать етеді. Яғни жауап 1, 3, 2. Келесі, жасушаларды ишемия зақымдануы кезінде липидтердің асқын тотығуын белсендіруіне ықпал етеді дейді. Яғни ишемия не екенін ұғылайық біз мына жерде. Қараңдар, ишемия. Қан тамыр, қан тамыр, ода қан қозғалысы болады, яғни қан қозғалады. Ал ишемия деген сөз, ол ішінде осындай жері бітеледі. Ол сырттан қысылуы мүмкін. Ол кезде қанның ағысы қиындайды. Да қан арқылы қажет оттегі қажет болады, қоректік заттар қажет болады, солар жеткіліксіз болады. И осы себепті бізде белгілі бір тіндердің бұзылысы болады. Гипоксияға ұшырайды, арғы некрозға дейін ұшырауы мүмкін. Енді қараңдар, бізде оттегінің радикалды генерациялау жүйелерінің езгісі дейді. Езгі деген угнетение деген сөз ғой. Бізде керісінше ишемия болған кезде угнетение болмайды, наоборот, жоғарылау болады. Яғни жоғарылайды. Сол себепті бізде бос радикалдар көбейеді. Сондықтан да бұл вариантты біз алмаймыз. Наоборот, жоғарылау керек. Тіндерде оттегінің қалдық құрамының болуы дейді. Негізінен, егер де бұны жатқызса да болады, жатқызбаса да болады. Егер неліктен екен қазір айтамын. Қараңдар, бізде энергия тапшылығы болып жатыр. Себебі оттегі жетіспейді. Оттегі жетіспесе бізде АТФ-тің синтезі де төмендейді деген сөз. АТФ синтезі төмендесе, неге? АТФ синтезі төмендесе энергия тапшылығы болады. Ол қалай әсер етеді бізге? Липидтер асқын тотығуын белсендіруіне. АТФ синтезі төмендейді. АТФ синтезі төмендеген кезде бізде АТФ синтезіне байланысты жұмыс жасайтын ферменттер бар, яғни антиоксидантты жүйесінің ферменттері бар. Ол қандай ферменттер? Бізде қараңдар, глутатион пероксидаза деген фермент бар. Оның негізі субстраты глутатион. Сол глутатион осы АТФ-тің қатысында синтезделеді екен. Егер АТФ жетіспейтін болса, бізде тоже глутатион пероксидаза деген ферменттің жетіспеушілігі болады да, ол антиоксидантты жүйенің төмендеуіне алып келеді. Осылай бізде липидтің асқын тотығы жоғарылап кетеді, белсеніп кетеді. Прооксиданттардың көбеюі болады, бос радикалдар. Сосын антиоксидантты фермент жүйелерінің белсенділігінің төмендеуі дейді. Яғни айтты, антиоксидантты жүйе белсенділігі төмендейді. Неге төмендейді деп қарайық. Бізде оттегіні қолдану арқылы бос радикалдарды төмендетеді. Оттегіні кейбір қолдану арқылы бос радикалды төмендетеді. И одан бөлек не дедік? Кейбір ферменттердің белсенділігі төмендейді дедік. Сол себепті антиоксидантты жүйенің төмендеуі болады. Бұл осыны жатқызамыз, яғни белсендіруіне әсер етеді. Наны жатқызамыз, энергия тапшылық жатамыз. Енді қандай? Тіндерде оттек қалдық құрамының болуы. Бұл неліктен жатқызсақ та болады, жатқызбасақ та болады. Егер оны жатқызамыз, когда бізде антиоксидантты жүйе белсенділігі жоғары болса. Жоғары болатын болса, оттегіні қолдану арқылы керісінше оттектің бос радикалдарына қарсы тұрады.
ал егер бұл ферменттердің белсенділігі төмен болатын болса, бұл оттегі қалдықтары неге айналып кетеді? Бос радикалдарға айналып кетеді де керісінше тотығудың белсенділігіне ықпал етеді. Сондықтан да бұл вариантты жатқызсақ та болады, жатқызбасақ та болады. Келесі жасуша зақымдалған кезде гипергидратация дамуына ықпал етеді. Не ықпал етеді? Қарайық. Бізде цитоплазмада кальций деңгейінің жоғары болуы. Кальций жоғары болса, айттық, иә, ол белгілі бір ферменттердің активтілігіне алып келеді. Фосфолипаза, протеаза деген, ол ферменттер нені зақымдайды? Өз кезегінде мембрананы зақымдайды. Мембрана зақымдаса, оның өткізгіштігі жоғарылайды. Өткізгіштігі жоғары болса, оған не істейді? Жасушаның гипергидратациясына алып келеді екен. Келесі жасушашілік натрийдің жоғарылауы. Натрий жоғарылайтын болса, ол бізде осмостың жоғарылауына алып келеді. Осмостық жоғарылайтын болса, ол судың ішке көп толуына алып кетті. Ол неге алып келеді? Гипергидратацияға алып келеді екен. Тотал фосфорный процесінің белсенділігі дейді. Бұл яғни жатпайды. Бірі жатты, екі жатты, бұл жатпайды. Тотал фосфорный процесінің белсенділігі. Келесі иондар үшін плазмалық мембрана өткізгіштігінің артуы. Яғни өткізгіштігі жоғары болса, міне ол гидратацияға алып келеді екен. Сондықтан да бұл вариантты біз жатқызады екенбіз. Жасушаларда бос радикалдың зиянды әсерінен қорғау жүйесіне мыналар жатады. Қараңдар. Супероксид дисмутаза. Бұл яғни антиоксидантты жүйеге жатады. Яғни қорғау жүйесіне ол антиоксидант жүйе деген сөз супероксид дисмутаза жатады. Каталаза жатады. Фосфолипаза 2 жатпайды, ол наоборот керісінше бұзады, мембрананы бұзатын. Аденоциклаза жатпайды бұл. Аденоциклаза жатпайды, ол АМФ-тан ЦАМФ-тың алуына жағдай жасайды. ЦАМФ-тің синтезіне қатысады. Глутатион пероксидаза ол бізде жатады екен. Келесі жасуша зақымдалған кезде оның шамадан тыс ылғалдануының себептері дейді. Тыс ылғалдану деген ол гипергидратация деген сөз ғой. Гипергидратация. Яғни гипергидратация алып келетін қандай себептер бар? Айтып кеттік, иә, плазманың мембранасы өткізгіштігінің жоғарылауы, липидтердің асқын тотығының күшеюі, себебі ол мембрананы зақымдайды. Мембрана зақымдаса, ол өткізгіштіктің жоғарылауына алып келеді. Жасушашілік осмостық қысымының жоғарылауы, тоже осмостық қысым жоғары болса, ол көп суды тартады да гипергидратация алып келеді. Гликоген синтетаза белсенділігінің артуы дейді. Бұл жатпайды. Неге жатпайды? Өйткені дым қатысы жоқ. Себебі гликоген синтетаза ол гликоген синтезіне қатысады. Енді қайтымсыз реперфузиядан жасуша зақымдануы туындайды. Қалай туындайды? Яғни реперфузия дегеніміз не? Соны түсініп алайық. Бізде яғни айтып кеттік, жаңа ишемия деген ауру бар. Ишемия деген түсінік бар, иә. Бұл яғни қан ағымының төмендеуі. Иә. Тіндерге қан дұрыс келмейді. И не төмендейді дедік? Келетін оттегі төмендейді дедік, қоректі заттар төмендейді дедік, и жасуша гипоксиядан еседі зақымдала бастайды. Енді қарайық, жасушашілік натрийдің көбеюі. Жасушашілік натрийдің одан бөлек реперфузия дегенімізде енді қараңдар. Бізде реперфузия дегеніміз енді осы нені алып тастаймыз, қандай да бір хирургиялық жолмен дәрі-дәрмекпен осы жол алынады, алынып тастағаннан кейін қан ағымының бұрынғы қалпына келуі. Қан ағымы бұрынғы қалпына келеді, оттегі мен қоректі заттардың жеткілікті түрде түсуі. Бірақ бұл не үшін жасушаны зақымдайды, соны қарастырайық. Бізде реперфузия болған кезде оған дейін тін не істеді? Оттегі жеткіліксіз болып, ол гипоксияға ұшырап жатты. Тіндер гипоксияда болды. И қан ағымы бірден қалпына келген кезде көп оттегі тінге келеді. Көп оттегі тінге келеді де, бұл оттегімен жасуша уже не істей алмайды, бұл оттегіні дұрыс қолдана алмайды да, тіндердің зақымына алып келеді. Қалай зақымына алып келеді? Қазір қарастыратын боламыз. Жасушашілік натрийдің көбеюі бұл негізі немен байланысты? Негізі қайтымсыз зақымдауға алып келмейді. Бізге айтып тұр, қайтымсыз зақымдау. Жасушашілік натрийдің көбеюі ол қайтымды зақымдау. Жасуша зақымдалады, бірақ та ол қайтымды түрде болады. Бұл вариантты біз жатқызбаймыз. Біраз уақыттан кейін гипергидратация ол бұрын қалпына келеді. Енді жасушада аденин негіздерінің айтарлықтай жоғарылауы. Аденин ненің құрамында кездеседі? Ол ДНК мен РНК-ның құрамында кездеседі. ДНК, РНК-ның құрамындағы нуклеин қышқылдарында кездеседі аденин. Енді қараңдар. Бізде неліктен айтарлықтай жоғарылайды? Бізде айттық, ишемия кезінде оттегі кислородный голодание болып жатыр, гипоксия болып жатыр.
осы кезде клеткалар стресста болады. Стресста болған кезде ДНК-ның зақымдалуы болады. ДНК зақымдалғаннан кейін бізде нуклеаза деген фермент іске қосып жатқандар. Нуклеаза. Бұл фермент зақымдалған ДНК-ны не істейді? Ыдыратады. Ыдыратқаннан кейін аденин бөлінеді. Біріншіден осылай нуклеаза активтенеді. Зақымдалған ДНК-ны не істейді? Жояды. Одан кейін бізде аденин неліктен жоғары болуы мүмкін? Бізде айттық қой. Оттегі төмен болған кезде оттегі төмен болып тұрады, и қанның бірден несі келеді? Бірден қалпына келу болады да, оттегі көбейіп кетеді. Оттегі көбейіп кетсе, ол бос радикалдардың жоғарылауына алып келеді. Бос радикалдар жоғарылайды. Бос радикалдар не істейді? ДНК-ны зақымдайды. ДНК зақымдалса, оны жою үшін нуклеаза іске қосады қайтадан. Нуклеаза не істейді? ДНК-ны жояды и адениннің жоғарылауына алып келеді. Одан бөлек бізде нуклеаза не үшін қосылады? Реперфузия кезінде, ишемия реперфузия кезінде бізде иондардың алмасуы бұзылады. И кальцийдің клетка ішінде концентрациясы жоғарылайды. Кальций тоже ферменттерді активтейді, оның үшін нуклеазада кіреді, нуклеаза фермент активтейді, ол ДНК-ның зақымдалуына кіреді, и адениннің тоже жоғарылауына алып келеді екен. Бұл вариантты яғни жатқызамыз. Яғни қайтынсыз зақымдалу пайда болады. И митохондриялардың кальциймен шамадан тыс жүктелуі. Қараңдар, бізде митохондрия тоже гипоксия кезінде оның функциясы төмендейді, яғни АТФ синтездей алмайды. АТФ синтездеу функциясы төмендейді. Одан бөлек бізде иондардың алмасуы бұзылады дедік. Кальцийдің ішінде концентрациясы относительно жоғары болып тұрады, өйткені бізде оның алмасуы бұзылды, өйткені АТФ-тар яғни төмен болғандықтан кальций насостарына тоже әсер етеді. Енді бізде бірақ қан ағымы жақсарды, и кальцийдің одан сайын жоғары болуына алып келеді. Кальций одан сайын жоғары болған кезде бұлмен митохондрия не істейді? В общем, шамасы жетпейді бұл кальцийға, и кальцийдің ішінде жиналуы пайда болады. Митохондрияның ішінде жинала береді. Ол митохондрияның кальцийден шамадан тыс жүктелуіне алып келеді екен. Бір сөзбен айтқанда, кальций ішінде көбейеді. Яғни бұл вариант бізде кіреді. Цитоплазмалық мембранадан интегралды ақуыздардың шығуы. Қараңдар, бізде реперфузия болды дедік, бос радикалдар жоғарылайды дедік, бос радикалдар ол мембрананың липидті қабатын зақымдауына алып келеді. И еще ақуыздарға да әсер етеді. Бірақ липидті қабат көбінесе липидтер зақымдалады. Липидтер зақымдалғаннан кейін оның құрылымдық несі бұзылады да, интегралды ақуыздардың шығуына алып келеді. И лизосома ферменттерінің белсенуі. Бізде лизосома ферменттер не істейді? Тоже ишемия кезінде тоже стрессқа ұшырайды. Олардың реперфузия кезінде оттегі белсенді формалары әсер етеді. И лизосома ферменттерінің белсенуіне тоже әсер етеді. И кальцийдің концентрациясы жоғарылайды. Тоже лизосома ферменттерінің бірнеше ферменттердің активтелуіне жағдай жасайды екен. Осы бізде осы варианттар қайтымсыз жаша зақымдауын тудыруына алып келеді. Енді бүгінгі талдаған тестарымыз осы. Келесі кездескенше каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар.